сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода Қазақстан тарихынан 4-ші тоқсанға арналған 3-ші б жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: ежелгі тайпалардың антропологиялық тұрпатын сәйкес үйшыққа плюс таңбасымен орналастырыңыз. Ғұндар монғолоидтық, үйсіндер де монғолоидтық, қаңлылар да монғолоидтық. Келесі екінші тапсырма: көшпелі мал шаруашылығы мен егіншіліктің қалыптасуына әсер еткен жағдайларды жазыңыз. Көшпелі мал шаруашылығына әсер еткен жағдайлар: бірінші себебі, ерте темір дәуірінде ауа райы өзгеріп, көшпелі мал шаруашылығы қалыптасты. Екінші әсер еткен жағдай: мал басының көбеюі жаңа жайылымдық жерлерді қажет етті. Егіншілікке әсер еткен жағдайлар: терімшіліктің дамуы неолит дәуірінде егіншіліктің пайда болуына әсер етті. Адамдар жерге түскен дәннен жаңа сабақтың өсіп шығатынын байқады. Сөйтіп, өсімдіктерге қолайлы жағдай жасап, мол өнім алуды меңгерді. Өзен алқаптарындағы ыңғайлы шаруашылықтың түрі болғандықтан. Осымен б тапсырмасы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.